Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңызге Батулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Қазақстанда қандай аналарға өмір бойына жәрдемақы төленеді? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Оспанов 1 шілдеден бастап көпбалалы аналарға төленетін жәрдемақы көлеміне қатысты қандай өзгерістер болатынын мәлім етті. 1 шілдеден бастап әлеуметтік кодекс аясында марапатталған аналар туралы жаңа ұғым енгізіліп отыр. Бұл да мәртебе көпбалалы аналардың еңбегін құрметтеу және де мойындау ретінде өмір бойына алтын алқа, күміс алқа, батыр ана, 1 және де 2 дәрежелі анадағы ордерімен наградталған әйелдерге беріледі. Бала тәрбиелеп өсіріп отырған аналарға төленетін жәрдемақы 1 шілдеден бастап 7,4 айлық есеп көрсеткішіне тең, немесе 25.530 теңге болады, дейді министрдің орынбасары. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.